Қарбыз әрбір отбасының дастарханында жаз бен күз айларына кездесетін өте дәмді жеміс. Қарбызды кішкентай балалармен қатар ересектер де жақсы көреді. Қарбыздың әрбір тілігін ауызға алып барған сайын біз оның құрамында қандай пайдалы қасиеттердің бар екендігін біз көпшілігіміз біле бермейміз. Қарбыздың шырыны, жұмсағы, қабығы, тіпті дәні халық медицинасы мен косметологияда кеңінен пайдаланылады. Қарбыздың шырыны несімен пайдалы? Қарбыздың жұмсағы мен шырынының құрамында С, В, Е дәрумендері, сонымен қатар көп мөлшерде фолий қышқылы, калий, кальций, магний, натрий, темір және фосфорға өте бай болып келеді. Қарбыздың шырыны мен қасиеттері және оның қанықтығы оны халық арасында кең таралған көптеген ауруларды емдейтін дәрі-дәрмекке айналдырды. Мысалы, оны атеросклероз, артрит, құяң, қант диабеті кезінде ем ретінде ұсынады. Қан қысымы жоғары адамдарға, цистит және простатит сияқты аурумен ауыратын адамдарға осы қарбыз шырынын ішу өте үлкен пайдалы болып табылады. Қарбыздың шырыны ересектерге ғана емес, ол кішкентай балаларға да өте пайдалы болып келеді. Оның көмегімен балаларда жиі кездесетін диурезді емдейді. Ата-анамыздан көп еститініміз сияқты, қарбызды бүйрек, бауыр, жыныс жолдарының аурулар кезінде ішу ұсынылады. Сонымен қатар ағзадағы барлық зиянды заттар мен шлактарды кетіру үшін және бүйректі тастардан босату үшін ішу керек. Қарбыздың шырыны несе байдау әсерінің күштілігінен ағзаны холестериндерден тазартады. Қарбыздың шырыны адам ағзасына пайдалы да, зиянды да болып келеді. Ол бір жағынан бүйрек пен жүрекке салмақ түсіреді, екінші жағынан қан тамырлардың қабырғаларын қатайтып, қысымды реттейді, жүректің бұлшықеттерінің жұмысын жақсартады, иммунитетті күшейтіп, ағзаны дәрумендермен байытады. Қарбыздың сығындысы зат алмасуды реттейтін және су-тұз алмасуын қалыпқа келтіретін өте тамаша сусын болып табылады. Оны күйзелістік жағдайлардың алдын алу үшін, обыр ісігінің таралуын тежеу үшін, стресске төтеп беруді күшейту үшін, іскендікті басу үшін және қышқылдық деңгейді қалыпқа келтіру үшін қолданылады. Оның көмегімен анемияны, ерлердің жыныстық әлсіздігін емдейді, бұлшықеттерді қатайтып, жасушаны оттек пен құнарлы заттарға толықтырады. Осы аталған қасиеттерге қоса, қарбыздың шырыны етеккір кезіндегі ауырсынуды басады және ОРВИ кезінде ағзаның температурасын қалыпқа келтіріп, жұқпаны кетіруге де болады. Қарбыз шырынын тұтыну үшін бірнеше ережелерді есте сақтағанымыз жөн. Бұл сусынды асықпай жұтымдап ішу керек. Шырынды әрдайым тамақтың алдында ішу тұтынылады. Тамақтан кейін ішетін болсаңыз, ол ағзаға сіңуден бұрын ашып кетуі мүмкін. Бұл жайсыздық тудырып, іштің кебуіне алып келуі мүмкін. Қарбыз шырыны кішкентай балаларға да пайдалы, бірақ оның тәуліктік нормасын сақтап ішу керек. Кішкентай балаларға бірнеше тамшыдан ғана ішу ұсынылады, ал ересектерге күніне 2-3 литрге дейін қарбыз шырынын ішу ұсынылады. Бірақ одан көп мөлшерде емес. Баланың жасы 1 жасқа дейін болатын болса, қарбыз шырынын оған беру ұсынылмайды. Өйткені оның ағзасы ересектер сияқты қорытып, бүйрекке, жүрекке түсіретін ауыртпалықты көтере алмау мүмкін. Сондықтан 1 жастан асқан балаларға ішуге болады. Қарбыз шырынының зиянды мен оны қолдануға болмайтын тұстары да бар. Оны сусамыр, панкреатит, ішектің түйілуі немесе несеп тоқтамау аурулары кезінде ішуге болмайды. Қарбыз шырыны бүйрегінде тасы бар адамдарға пайдалы да, зиянды да. Ол бүйректегі тасты ертуге көмектескенімен, үлкен көлемдегі бүйректің тастарын орнынан жай ғана жылжытып жібере салуы мүмкін. Емшектегі баласы бар аналарға да бұл шырынды өте абайлап ішу керек. Өйткені сүт арқылы өткен қарбыз шырыны кішкентай баланың ішегінің бүруіне алып келуі мүмкін. Қарбыз шырынын өндіру өнеркәсібі біздің елімізде әлі күнге дейін дамымаса да, сіз оны үй жағдайында дайындап, отбасыңызды қарбыз шырынымен қуанта аласыз. Міне, құрметті достар, бүгін біз сіздермен адам ағзасына қарбыздың қандай пайдасы бар және ол қандай аурулар кезінде пайдалы екендігі туралы ақпараттармен бөлісіп өттік. Сіз де жақындарыңыз бен туыстарыңызға
пайдалы болу үшін осы видеоны олармен бөлісу арқылы біздің контентімізге қолдау көрсете аласыз. Және де осы видеоға лайк қойып, арнамызға жазылып, оның қасындағы қоңыраушаны басып қойсаңыз, бізді жоғалтып алмайсыз. Ал ендеше сау, сәлемәтте болайық.